Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте қарапайым заттардан шығатын пончиктің рецептісімен бөлісіп отырмын. Алдымен жылы сүтімізді салып және қантымызды салып, барлығын араластырып аламыз. Және дрожжымызды салып, тағы да барлығын араластырамыз. Және ерітілген сармайымызды құйып, тағы да барлығын араластырып, және де бір жұмыртқа саламыз. Барлығын араластырып алғаннан кейін, електен өткізілген ұнымызды 3 бөліп саламыз. Бірден салсаңыздар, қамырымыз дұрыс көтерілмей қалады. Қамырымызды жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. 1 сағаттан кейін ашғаннан кейін осылай орташа жұқалықты жайып, домалақ формада кесіп аламыз. Кесіп алғаннан кейін 10-15 минутқа бетін жауып осылай қойып қоямыз. Жылы жерде тағы да көтеріледі. Көтерілгеннен кейін 5 минутта пісіріп аласыздар. Осымен пончигіміз дайын болды. Отымызды қатты қойып пісіріп алсаңыздар да болады, болмаса жай пісірсеңіздер де болады. Сразу қызарып шығады, тез пісіп шығады, бауырсақ сияқты. Осымен пончиктарымыз дайын болды. Ортасына кез келген начинка қолдана берсеңіздер болады. Мен шоколад қолдандым. Осылай нутелланы ішіне салып алып, осымен өте дәмді пончиктарымыз дайын. Екінші түрімен көрсетейін. Шоколадты және кокосовый стружкаға батырып алдым да, немесе конфетке батырып, осылай өте әдемі болып шығады. Достар, менің YouTube каналыма тіркеліп, подписка және лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Күнделікті жаңа рецепттер салып отырамын және оңай рецепттер салып отырамын. Осымен пончиктарымыз дайын. Сіздермен болған Гүлдана ас болсын. Жасап көріңіздер.